Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздерменен сочный манты жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі асқабақ. Асқабақтың осындай қып-қызыл түрін алып, төрт-бірштеп турап аламыз. Пиязымызды төрт-бірштеп турап аламыз. Құйрық май не болмаса сиырдың сары майын алып, осылай турап шығып аламыз. Нанымызға, ұнымызға бір жұмыртқамызды қосып, қамыр илеп алатын боламыз. Соңымызға тұзымызды қосып, дәміне қарай жақсылап илеп болғаннан кейін орташа көлемде, не қатты емес, не жұмсақ емес, оның бетін жауып демалтуға жібереміз. Міне демалып болған нанымызды қайтадан илеп, қайтадан демалтуға жібереміз. 2 рет демалтып аламыз. Міне дайын болған асқабағымызға турап алған пиязымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей біз сиырдың майын қостым, мен қойдың құйрық майын қоссаңыздар да болады. Өте сочный қылатын болады. Мінекей біз қара бұрышымыздың осындай домалақтарын алып үгітіп аламыз кішкене. 1 шай қасықтың көлемінде шығатындай қып. Мен осылай үгітіп алдым. Осы кішкене дәмін қатты жақсы келтіретін болады тамақтың. Мінекей мантымыздың міне қосып алдық. Ендігі кезекте біз тағы да осындай душистыйның домалақ бұрыштарын алып, қосып, араластырып үгітіп алатын боламыз. 1 шай қасықтың көлемінде. Оны міне жақсылап араластырып алдық, оны қосып аламыз. Ендігі кезекте бізге арнайы үгітілген міне черный молотый черный перецті алып 1 қасық қосып алатын боламыз. Сонда 3 түрлі қара бұрыш қосатын боламыз. Тамағымыздың дәмін өте жақсы келтіретін болады. Қызыл бұрышымызды тоже 1 шай қасық қосып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарай. Дайын болған тымған нанымызды тағы да 1 басып жайып аламыз да дайындап қоямыз. Нанымыз эластичный болып шықты. Мен дайын болған немізге фаршымызды қосып, жақсылап араластырып, барлығын дайындап алатын боламыз. Нанымызды кесіп 4-1-штеп дайындап қойдық. Енді фаршымызға су майымызды қосып араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап. Пияз пенен асқабақ және де тұз қостық. 1 қасық тұз қостым. Дәміне қарай тұздарыңызды қосатын боласыздар. Міне барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Асқабағымызды бенен пиязымызды кішкене көбірек турасақ, өте сочный болады. Сочный болып шығады. Мінекей барлығын осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәмдеуішіміздің бәрі сіңу үшін. Мінекей мен әбден араластырдым. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне біздің жайып алған нанымызға осылай фарштарымызды салып, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп шығатын боламыз. Мінекей. Енді менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Подпискаға жасауды ұмытпаңыздар. Комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Тағы да басқа мантының түрлері бар менің каналымда. Мантымызды осылай түйіп шығамыз. Өте қатты емес, өте дәу емес қып. Нанын кесіп алып, осылай осындай көлемде түйіп шығамыз. Мінекей түйіп болып қалдық. Енді осыларды манта барқымызды майлап салып аламыз да 40 минуттың көлемінде пісіріп шығамыз. 40 минуттан асырмаймыз. Езіліп кетпес үшін 40 минуттың ішінде пісіп үлгереді. Міне бір келген түйілген мантыларымызды
осылай жеп аламыз. Мінекей мантымыз дайын болды, пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Міне мантымыз сочный болып шықты. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, басқа да мантының түрлерімен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Ас болсын.